Көрші келіншекті өз төсегімнен ұстадым. Бүкіл ауыл сырын біледі екен. Болған оқиға. Әйел байғұстың басына бар тауқыметті үйіп-төгіп бере салған ғой. Танымайтын ортаға келін боп түсесің. Сол әулеттің отымен кіріп, күлімен шығып, ұрпағын көбейтіп, ене, күйеу дегендердің қас-қабағын бағып, ысығы мен суығына қата шыдап, енді бәрі қалпына келеді ғой. Бақытты ғұмыр кешетін шығармын дегенде тағы бір сынақ алдыңнан шығады. Меніңше, мұндай нәубет әйелдердің көпшілігінде кездескен шығар. Біреуі айықпас дертке шалдығып жатады. Біреуінің күйеуі орта жолда бақилық болады. Енді бірінің күйеуі менікі сияқты. Өзге қатындарға көз тігіп құтырынып шығады. Біздің отбасымызға да сұр жылан түсіп, айрандай ұйып отырған отбасымның шырқын бұзды. Жасым 50-ге таяған шақта келін алып, немере сүйетін жасқа жеткенде көрші әйел ту сыртынан пышақ ұрды. Бірақ мен жылап-сықтап, пешенеме жазғаны осы екен деп қарап отырмадым. Екеуінің де сазайын беріп, күллі әлемге масқара еттім. Біз ауылға осыдан 3 жыл бұрын көшіп келдік. Бұған дейін қала орталығында 4 бөлмелі пәтерде тұрғанбыз. Балалар есейіп, жер алып, өз күштерімен еңселі 2 қабатты етіп үй тұрғызды. Қаладан шеттеу демесең, ауасы таза, жанға жайлы жер екен. Үйренісіп кеттік. Таңертеңнен кешке дейін бәріміз қызметтеміз. Біраз уақытқа дейін айналамыздағы көршілерді танымай жүрдік. Кейін отбасымызбен ақылдасып, көршілерге бір шәугім шай берейік дедік. Сонда бір үй ары тұрған Ботагөз деген келіншек бәрінен ертерек келіп қолғабыс еткен. Маған әпке деп бірден іш тарта сөйлеп, туысымдай араласып кетті. Жұмыс істемеймін. Бұрынғы күйеуіммен ажырасып, бір баламмен қазіргі күйеуіме шыққам. Одан бір қыз таптым. Бірақ күйеуім қызғаншақ боп шықты. Тырп еткізбейді. Таңертеңнен кешке дейін үйде балаларға қарап отырам. Шынымды айтсам, ішім пысып кетеді. Сіздер көшіп келгенде дұрыс адамдар боп шықса болар еді. Араласатын деп іштей тілеп едім, деп мен сұрамай жатып сырын ақтарып салды. Оның ақкөңіл адамды жатырқамайтынына қуандым. Қайдан білейін, ішінде үйдей бәле барын. Қызметте болғасын қонақ күтерде қиналып қалатынымыз рас. Жасап қой деп бұйыратын келін жоқ, қыздар тұрмыста. Сосын әлгі Ботагөзге бір рет өтініш білдірдім. Айналайын сіңілім, қолың бос болса, маған көмектесе аласың ба? Кешке үйге құрдастарымыз келетін еді. 1-2 сағат ертерек барып, қазанға ет салып қойшы. Кешке күйеуіңмен бірге біздің үйден ас ішіңдер деп едім. Бір сөзге келген жоқ. Болды, қатырам бәрін деп кірісіп кетті. Үйге келсем, дастарханым жаюлы, қазаным асулы. Қолынан келмейтіні жоқ екен. Бірталай нәрсені пісіріп түсіріп үлгеріпті. Ойбай-ау, мынаған керек заттарды қайдан алдың деп күлдім. Осы үйдегі ағаға айтып едім, бәрін жеткізіп берді деп қайран қалдырды. Өмірі пакет көтермейтін кербез күйеуім осылайша үй шаруасына икемделе бастапты. Қартаяйын деген ғой, деп онысын жақсылыққа жорып қоям. Бұрын ол қонақ күткенді онша жақтыра бермейтін. Жер үйге келгелі бері апта сайын қонақ күткісі келетінін айтады. Жер үйіміз кең ғой, күтейік деп бесенеді. Қолың тимесе көршіге айт, тиын тебенін беріп қоямыз деп қосатын қайтерсің. Сонымен мен 2 жыл бұлардың лас тірлігінен хабарсыз жүре беріппін. Бір күні ауыз ашар беретін болдық. Тағы да жұмыстамын. Сұранған едім. Басшымыз жібермей қойды. Содан көрші сіңіліме өтініш білдірдім. Уайымдамаңыз, қолым бос. Бәрін қатырып қоям дегенге сеніп, барлық керек жарағын бір күн бұрын жеткізіп бердік. Ертеңіне жұмыстан ертерек қайтты. Ауа райынан ба, әлде ауыз бекіткеннен бе, түстен кейін мазам кетті. Қан қысымым түсіп кетіпті. Менің бозарған түрімнен қорықты ма, үйге қайтарды. Мені кешкі 6-да бірақ келеді деп ойласа керек. Үйге ешкімге айтпай таксилетіп жетіп барсам, күйеуіммен көрші Ботагөз төсекте аймаласып жатыр. Мені көріп, үйден мұңмен зытып шықты. Ұстап үлгере алмадым. Аузашар жайына қалған. Шақырған кісілердің бәріне ауырып қалдым деп атымен жасадым. Сол күні үйдің іші азан қазан болды. Мен емес, өзі есі ауысып қалғандай жабысып бас салды деп сорлы байым ақталып әлек. Бірақ олардың бұл түрлігі бұрыннан басталғанын ішім сезіп тұр. Себебі байым Ботагөз келеді дегеннен қутыңдатып, қонақ күтуге құмартып кететін. Ертеңіне үйіне іздеп барып, күйеуіне болған жағдайды жасырмай айтып берді.
Сосын көршілердің чатына суретін салып тұрып, оның арсыз қылығын айтып бердім. Ойбай, сіз енді білдіңіз бе? Бұл орайы келсе бақуат еркекті ақшаға сындырып жүретін әйел ғой, деп бір-екі әйел жекеме жазып жіберіпті. Сөйтсем, оның мұндай тірлігінен көршілердің біразы хабардар екен. Әрине, жолдасымнан да бар ғой. Көрінген адам көзін сүзсе артынан еріп кете бергені дұрыс емес. Оны да екінші жоламайтындай етіп ұрыстым. Не десең де жазықтымын. Шабам десең міне басым, кесем десең міне тілім деп аяғыма жығылды. Күйеуімнен қалған арсыз ұялмастан: сен ауру екенсің, бүкіл ауылды шулаттың деп жазып жіберіпті. Мені ауру қылған сенсің. Сондықтан тыныш жатқан жыланның құйрығын бастың келмесе, мына ауылдан қараңды батыр деп жазып жібердім. Менің мінезімнің қандай екен байқағалы жоқ болды. Күйеуі де ажырасуға арыз беріпті.